Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа осындай құймақтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге 250 грамдай сүт және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып шығамыз. Дәміне қарай шым тұз, 3 ас қасық шекер қостым мен, және 3 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, 250 грамдай жылы су құямыз. Жылы суымызды құйып, тағы да осылай араластырып аламыз. Ендігі жерде 150 грамдай менде ұн електен өткізіп, жақсылап іртіктері кеткенше осылай бір келкетіп араластырып шығамыз венчиктің көмегімен. Енді бір келке осындай сұйық масса шықты. Енді қызып тұрған табамызды майлап, шөмішпен осылай құйып, екі бетін қызартып, пісіріп аламыз. Әр бетін осындай 1-2 минуттан пісірсеңіздер болады міне. Неке тесік болып, әдемі болып, жұмсақ болып шықты менде. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Осы көлемдегі немен менде 25 үштік шықты мінекей. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.